рынокқа алтын нарығындағы обзор. Жалпы біздің рынок бойынша 1 сағаттық таймфрейммен көзқараспен қарайтын болсақ, біздің графигімізде мынау бағалардың арасында, то есть 4834 және 4811 арасында ФВГ, яғни имбаланс аймағынан келіп, қазір бағамыз осы жерден тоқтаған болатын. То есть азанда рынок ашылған кезде осы жерден реакция алып жоғары көтерілуі мүмкін, немесе екінші вариантымыз ол біздің топливо жинаған аймағымызға келіп, осы аймақтардың төңірегінен ретест алуы мүмкін. Мен қазір осы екі вариантты ғана қарастырып тұрмын, себебі үлкен рейнждан кейін, мінекей қарасаңыздар, үлкен рейнждан кейін бізде импульсті қозғалыс басталған білдіреді. Бірақ бұл импульсті қозғалысымыздың қазір мынау аймағына келіп кетуі бізде ретест болады. То есть бағамыздың қайта осы аралыққа оралып, өзінің жапқан есігін сынап, и дальше ары қарай өсім беру мүмкін. 4800 деген бағадан либо мына бағаны аттап, то есть секіріп, мысалы мына жерде бірінші вариант орындалмаса, екінші вариантта мысалы мына бағамыз секіріс беруі мүмкін. То есть рынок ашылған кезде мынаны аттап барып 4800 деген бағадан реакция алып, и дальше баға өсуі мүмкін. Но енді оны рынок ашылғанына байланысты көретін боламыз. Ал жалпы дневка бойынша қарайтын болсақ, бізде бағамыз мінекей разворотный свеча шыққан, бірақ жоғарыға оны слом жасамаған, и сол себепті де ертең шорт кетіп қалуы да әбден мүмкін. Біз примерно енді бұл рынокты болжайтын болғандықтан осы көріністі ғана айта аламыз. 12 сағаттың жалпы графигімен қарайтын болсақ, бізде 4823, 4811 деген бағалардың арасынан бір брейкаут, яғни лонг кетіп тұр. И сол бағалардың арасынан да өте мықты реакция алып лонг кетіп қалуы да мүмкін. Дальше одан кішірек таймфреймдерде бізде нақты айтатын ТВХ-ларымыз жоқ. 6 сағат, 8 сағат деген жерлерде зоналар бар әрине, бірақ ол өте төменде. Рынок ашылғанына байланысты көретін боламыз. Жалпы пока что біз ФВГ аймағында тұрмыз. Баға осы жерден реакция берсе лонг кетеді, бермей егер аттап секіріп төменнен лонг ашылатын болса, кері реакция беріп бағаны төменге де құлатып жіберуі мүмкін. Маған интересный зона болып тұрған ол мынау аймақ, именно осы аймаққа келіп баға, то есть длинный позициямен лонг кетуі мүмкін деп қарастырамын. То есть өзінің хай бағасына дейін барады деген мақсатта. Но енді біз рынок ашылғанына байланысты ертең көретін боламыз. Ертең, так как дүйсенбі болғандықтан, рынок кейде дүйсенбі күндерде өте қатты рейнжға түсіп қалады. Ол мысалы ол байынан болуы мүмкін. Именно осы бағаға келген кезде осы ФВГ-ның аймағында өте қатты рейнжға түсіп қалуы да мүмкін. Но алла бұйырса, рынок ашылған кезде дальше сигналдар беріп, точка входалар, точка интересаларымды өзім также бөлісіп отыратын боламын. Әзірше мен тек қана көріп тұрған нәрсені ғана айтып отырмын. Және де біздің стоптар аймағымызды тоже бөлісе кетейін. Ең мықты стоптар аймағы тұрған 4800 деген бағада, және де бізде 4814, 4822, 4825. То есть біздің 25 және 14-тің аралығынан бай кетіп қалуы мүмкін, немесе ровно 4800 деген бағадан гіп болып ашылып, осы жерден баға лонг кетуі мүмкін. Пока осы әзірше, енді ертең көреміз, қалған жалғастыратын боламыз сіздермен.